Так, бізде кезекті осындай сарай. Осын тоғын жүргіземіз бұйырса. Бұл сарай емес, почти үй ғой. Так, мына черновой пока. Клиентке айтып орындарын белгілеп жатып, краскамен шашып баллончик. Осылай. Осындай комнаталары. Тройникетін телевизор болады мына жерге. Қалған розеткалардың орлары. Мына выключатель. Ана жер кондер. Бұйырса осыны тоғы жүргіземіз енді. Ал іске сәт бұйырса. Так, мына бұйырса залдан бастап кеттік. Осылайынан кофамен жоғарысы және өтейтін бауырымыз тартып отыр. Так, ана жерге коробка түседі бұйырса. Мына розетканың орнына манаға анау кондердікі. Осылайынан кезінен де бұл қамытпен тартып отыр. Алейкум ассалам. Кім дейсің? Ортаче. Қалайсыздар? Так, бізді таңғы 2. Главныйлар тартып отыр осылайынан. Так, бізде мына жерге бір түсіп, етіп лазермен бұйырса тікесіне жібереміз. Так, бізде кезекті бұраның жұмысы болды. Осылайынан екі жерге тастап кеттік. Жоғарысы бұйырса точно сөйт. Осылайынан жүргіздік. Келеді. Мына жерге көз клиенттің айтуымен выключатель сыртқа қойып отырық биікке. Өйткені баланың қолға тимес үшін. Так, мына іштен выключателі. Етіп, инстамызды жазып кеттік қазір. Так, главный щит мынаны қондырамыз бұйырса. Осылайынан жинап қойдық қазір. Осы жерге түседі главный щит. Каждый автоматқа кететін нагрузкалар. Котелың бар, холодильник бар, не бар тағы, детский прихож, коридор деген сияқты. Соның кабельдері главный. Бұйырса анағын жинаймыз енді щитке. Так, біздің кезекті щитіміз болды. Енді водной керек, сосын заземление керек. Так, мына 25-тік водной реле напряжение және диф автомат. Каждый перемичкімен. Және релеге бағындырмай, мынау өзі гаражда тұратын нәрсе, яғни компрессор бірдеме пайдаланса, через водной арқылы автомат шығарып кеттік 20-лық. Яғни 3-4 тартылды. Бұған тек компрессор не қосыла берсе болады, өйткені компрессор бірдеме қосылатын болса реле айырып тастай береді. Сол үшін өзінен бөлек тартып қойдық. Так, енді қазір бетін жауамыз және наклейкалар жауыстырамыз бұйырса. Так, бізде кезекте черновой жұмыс болды. Біздің бұрамыз жүргізген. Жоғарысына точно светтер түседі. Үшеуін тастап кеттік. Так, енді майлауға кірісіп отырған шығар. Так, біздің прихожка. Коридор. Так, бізде душ еді. Ванна. Так, жоғарымен главныйлар жүріп жатыр. Бізде кладовка. Так, кухня. Кухняға келген кезде мебельщикпен ақылдасып алған дұрыс. Өйткені қай жерге розетка түсетінін солар біледі.
солар айтады, сол бойынша тастап кеткен дұрыс болады. Мына 3/4 холодильникпен, яғни әзіл пеш болады. Мына мысалы печке тастап кеттік, 3/4 өзіне бөлек. Бұл яғни торт пісірген кезде бұл көп нагрузка алады. Сосын қалғаны мынау вторичный үстінде тұратын. Анау вытяжкаға, анау судың астына, фильтрге, майканың астына. Наканировать так кеттік, так, ана жерге выключатель. Ал бізде детский. Так, уже майлап басып кетіпті. Черновой вариант. Мына жер натовая зона тастап кеткен жер. Так, залда да уже болыпты, майлап. Розетка тастап кеттік кезінде. Мынау коробка уже. Так, комнаталар болып тұр уже. Енді жинаған шетімізді көрсетіп жіберейін. Так, мынау бізде котел. Осылайынан жинадық. Так, мынау бізде міне счетчик. Мынау біздің инстамызға тіркелсеңіздер болады, сенімді электрик деген. Так, водныйға 25 салдық. Реле напряжение, яғни найзағай немесе фазалар бір-біріне тиген кезде бұл ішке платалардан жанбас үшін арналған нәрсе. Мынау бізде диф автомат, яғни короткий замыкание болған кезде және адамды тоқ соғудан қорғайды. Және міне каждый жаққа автоматты өздерімен. Мысалы, прихожка, коридор, ванна, кладовка деген сияқты ба. Ассалаумалейкум. Так, котел гаражға, розетке өзіне бөлек жібердік. Гараждың розеткасын бөлек жібердік, яғни релеге бағындырмай. Өйткені бұлар көп нагрузка пайдаланған кезде, компрессор болған кезде бұл автомат түрде өшіп болады негізі. Қостыртпайды. Сол үшін өзіне бөлек салған жақсы, яғни автоматқа жалғаған дұрыс. Так, бізде котел болып тұр. Енді мынау бізде гараж. Әлі майланбаған екен. Мына жер гаражда не болады? Автоматически ашылады, соған розетка тастап кеткен дұрыс болады, өйткені мен жоғары осы жерде болады несі. Манағы міне 3/4 бұл релеге де дифке де дым бағынбайды, яғни өзінен бөлек автомат міне. Үлкен потребитель сварка бірдеме жасаған кезде осыдан ала береді. Так, кімге осылай жүргізу керек болса, хабарласамыз. Жоғарысы гофрамен жүргізілді осымен. Біздің черновой вариант болды. Енді бұйырса чистовой вариантқа келеміз, егер келсе. Яғни патрозинді қою, жалғау деген сияқты. Ал бізде кезек жұмыс болды.